Ассалаумағалейкум. Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалды мырза. Мынау балалар ойнайтын площадканы сізге айтқан болатынмын. Қазіргі таңда әлі ешқандай да нәтиже болмай тұр. Сіз қарастырамыз деп уәде берген болатынсыз. 3 мәселемен барғам. Соның 2-і орындалды. Асанбайдағы нелер. Қазір мынау бізде бос жерлер бар. Міне қазір қарасаңыз, сатылады деп жазылып тұр. Осы жерлерді алып балалар ойнайтын площадка салып берсеңіз екен. Біз енді естіп жатырмыз, Жолымбек көшесінің аяқ жағына шығарады. Ол аяқ жағына ешкім бармайды. Сондықтан осы жерлерден мемлекет осы жерді сатып алып, сол балалар ойнайтын алаңша жасап берсе екен. Біздің районда жоқ, 23-ші мектептің алдында болып футбол ойнайтын, біз сырғанайтын, ойнайтын, андай сондай нәрселер керек. Ассалаумағалейкум. Дархан Сатыбалды мырза. Есім Абзал, Түркістан қаласының тұрғыны. Мынау Отырар Мөлтек ауданында мынау Жолымбек мәдениет көшесі. Сол айналаға жаңағы балалар ойнайтын площадка дейді ғой. Сондай жасап берсеңіздер, себебі қазір Иса жақта бар, ал біз жаңа 23-ші мектеп жақта мүлде ондай балалар ойнайтын не жоқ. Бұл бойынша қалалық әкімшілікке былтыр неғам 2023-те ақша бөлініп сол кезде істейміз деген жауап берген болатын. Соны бір дәптеріңізге түртіп алсаңыз, одан кейін мынау ал ойын алаңшалары бойынша бағана мен айтып өттім. Былтыр 10 ойын алаңшаларын біз жасадық. Қалада бірінші кезекте мынау ішкі қалада жасадық. Көп қауым орналасқан жерлерде. Биыл да бізде жоспарымызда бар. Ол бойынша мен бағана айтып өттім. Бізде ойын алаңшаларын жасаған кезде біз сондай бір ортаны қалыптастыру керекпіз. Кішкентай баладан үлкен ағаларымыз, әжелерімізді соларда келіп сол жерде демала беретін сондай жағдай жасау керекпіз. Ол бойынша бағана айтқандай неден Астананың арнайы сол компанияны шақырып, зерттеу жүргізіп, қай жерде сондай ойын алаңшаларын орналастыру керек деп, сосын солардың құжаттары дайын болғаннан кейін және де қаржысын есептеп, сол өзіміздің ішке қарай біз қарастырамыз оны. Рахмет сізге.